намаз оқысақ болды жәннатқа кіреді екенбіз, оқымасақ тозаққа түседі екенбіз деді да намаз бастады да енді олар ойлады болды біз жәннаттамыз. Ал анау бейшараларға намаз оқымай жүрген олар тозақта деп ойлады. Сөйтіп енді оларға былай төбеден сөйлей бастадық та біз. Жоқ жігіттер, қараңызшы, пайғамбар салам айтады, тәкаппар адам жәннаттың иісін сезбейді дейді. Бірақ осы жерде бейнамаз, намазхан деген сөз қолданған ба? Қолданбаған. Кім шын ықыласпен ла иляха иллалланы айтатын болса, түбінде жәннатқа кіреді. Бірақ бұл жерде де намазды қоспаған. Біз жігіттер жұмысымыз адамдарды намазхан, бейнамаз бөлу емес. Қарашы, пайғамбар салам айтқан сөзі. Адам баласы көркем мінезділігімен, хотя бізде жоқ ол, көркем мінезділігімен күндіз ораза ұстаушылардың, түнде намаз оқушылардың дәрежесіне жетіп алады деген. Осы жерде неге Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 уақыт намазды парыз оразаны айтпады? Оны сен өзің үшін орындайсың. Өзің үшін орындауға міндеттісің. Шын тақуалар не істейді? Шын тақуалар ораза ұстайды. Нәпіл оразаларды айтып жатыр.